Сәлем достар, бүгін мен сіздерге наурыз көженің ерекше рецептін ұсынбақшымын. Бұл көженің дәмін алғаш татып көрген кезде маған қатты ұнады, сондықтан сіздерге рецебін түсіруді жөн көрдім. Көжеге осындай дәндер қостық: арпа, жүгері, соя бұршағы және жасымық, ақ жүгері және фасоль. Көженің мөлшеріне байланысты осы дәндерді ыдысқа алып, бір жуып аламыз да қайнатамыз. Осылай бөлек пісіріп аламыз да одан кейін дайын болған көжемізге қосып араластырамыз. Міне жылқының қазысын турап алдық. Бұны қайнатпай қуырып жасайтын боламыз. Егер қаласаңыз, етті қайнатып, соның сорпасына да қосып жасауға болады. Бәрін жақсылап қуырып алғаннан кейін 2 стакандай су құйып, кішкене бұқтырып, бетін жауып қойдық. Етіміз біраз бұқтырылды. Енді үстіне дайын болған дәндерімізді қосамыз. Қайнақ су қосып, отты баяулатамыз. Енді үстіне 2 литр шикі сүтті қосып қайнаттық. Көжеміз мінекей дайын, өте дәмді болып шықты. Осындай ерекше көже жасағыңыз келсе, дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайтынына сенімім мол. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Кездескенше.